Саламатсыздар ма оқушылар? Қалай ойлайсыңдар? Бұл не? Сендердің дұрыс болжам жасай алғандарыңа сенімдімін. Иә, бұл топырақ қабаттары. Ал біз топырақтың қабаттарын қазіргі қоғаммен салыстыра аламыз ба? Олардың арасында қандай ұқсастық бар? Әрине, олар екеуі де өз таптарының құрылымы және өз құрылымының қабаттары болып табылады. Сонымен, біз бүгінгі сабақта қандай тақырыпты меңгереміз деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қоғамның әлеуметтік құрылымы. Сабақтың мақсаты ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау. Өмірдің бір саласы ол әлеуметтік сала. Осы саланың негізгі элементтерінің өзара байланысы қоғамның әлеуметтік құрылымын құрайды. Құрылым жүйені құрайтын элементтер жиынтығы және реттілігі. Қазақстанның әлеуметтік құрылымы ел азаматтарының түрлі белгілеріне қарай бір-бірімен тұрақты қатынаста болатын топтарға жіктелуі. Әлеуметтік топ. Бұл экономикалық, саяси және кәсіби статустарға, позицияларға ие адамдар қауымдастығы. Оқу тапсырмасынан бұрын біз стиль түрлерін еске түсірейік. Бұл кестеде ғылыми стиль мен публицистикалық стильдің қолданылу аясы, мақсаты, стильдік ерекшелігі, тілдік құралдары, жанры беріліп отыр. Бірінші тапсырма. Вен диаграммасы арқылы ғылыми және публицистикалық стильдің ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырыңдар. Енді мәтінде кездесетін жаңа сөздермен танысайық. Таптық құрылым. Әлеуметтік құрылымның негізгі элементі. Тұтастығы. Объектінің ішкі бірлігі. Тұрақтылығы. Тиянақтылық. Жаһандық сын тегеуріндері мен ғаламдық сын ағымы. Бұл сөз амонимнің қай түріне жатады деп ойлайсыңдар? Тегеурін. Біріншіден, қырандардың өкше саусағы. Екіншіден, екпін, қарқын, пәрмен. Жарайсыңдар. Ол амонимнің лексикалық түріне жатады. Енді мәтінді бірге оқып, стиль түрлеріне назар аударыңдар. Әлеуметтік құрылым қоғамның немесе әлеуметтік топтың ішкі құрылымы. Әлеуметтік топ институттар мен олардың арасындағы өзара қатынастардың реттелген жиынтығы. Әлеуметтік құрылым негізінде еңбектің қоғамдық бөлінісі, ерекше қажеттіліктер мен мүдделердің, ережелер мен рөлдердің, өмір салтының және әр түрлі әлеуметтік топтардың болуы жатады. Әлеуметтік құрылым ұғымы таптық құрылым ұғымынан әлде қайда кең. Өйткені ол қоғамды тек таптарға емес, сонымен қатар басқа да әлеуметтік топтарға, жіктерге бөледі. Әлеуметтік құрылым қоғамның тұтастығын және тұрақтылығын сақтауда
аса маңызды рөл атқарады. Әлеуметтік құрылым мәселелерін әлеуметтік жіктелу теориясы қарастырады. Екінші мәтін. Қазіргі уақытта адамзат жаңа жаһандық сын тегеуіндермен бетпе-бет келуде. Егер біз өз дамуымызда жаңа табыстарға одан әрі қол жеткізуді жоспарлайтын болсақ, олардың әрқайсысын міндетті түрде ескеруге тиіспіз. 8-ші сын қатер үдей түскен әлеуметтік тұрақсыздық. Қазіргі уақытта ең үлкен әлемдік проблемалардың бірі күшейе түскен әлеуметтік тұрақсыздық. Оның негізгі себебі әлеуметтік теңсіздік. Бүгінде әлемде 200 миллионға жуық адам жұмыс таба алмай отыр. Еуропалық одақтың өзінде жұмыссыздық соңғы 10 жылдықтардағы ең жоғарғы деңгейге жетіп, көптеген жаппай тәртіпсіздіктерге түрткі болып отыр. Мұның жанында Қазақстандағы ахуал біршама қолайлы болып отырғанын мойындау керек. Бүгінде біз жаңа тарихымыз ішіндегі жұмыссыздықтың ең төменгі деңгейіндеміз. Бұл сөз жоқ, үлкен жетістік. Солай бола тұра, біз масаттануға тиіс емеспіз. Әлеуметтік саяси дағдарысқа ұласатын жаһандық экономикалық дағдарыс Қазақстанға сөзсіз қысым көрсетіп, біздің төзімімізді сынаққа алатын болады. Сондықтан күн тәртібіне әлеуметтік қауіпсіздік және әлеуметтік тұрақтылық мәселесі қойылады. Біз үшін маңызды міндет қоғамымыздағы әлеуметтік тұрақтылықты нығайту. Түрлі стильдегі мәтіндердің құрылымы, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау дағдымызды арттыру мақсатында келесі тапсырманы орындаймыз. Берілген мәтіндерді оқып, салыстырып, төмендегі сипаттарына қарай талдау жаса. Енді жауабымызды салыстырайық. Оқушылар, бүгін сендермен түрлі стильдегі мәтіндердің құрылымы, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау дағдымызды шыңдадық. Ендеше, сабақтан кейін сенде қандай ой пайда болды? Не сезіндің? Не ұнады? Өзіндік жұмыс. Өзің тұрған жерде қайырымдылық шараларын өткізіп жүрген тұлғалар жөнінде ақпарат жина. Олардың бірі өткізген қайырымдылық шарасы туралы ақпарат беру мақсатында публицистикалық стильде мәтін жаз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.